Кемпір қосақ көпіршіктері және Мишаның қиялы бір кездері орманның шетіндегі жайлы үйде тұратын Миша есімді кішкентай бала болған. Миша өте ізденімпаз бала болды және ол үшін күн сайын таңғажайып жаңалықтар мен шытырман оқиғаларға толы болды. Оның сүйікті уақыты кешкі шомылу, анам ваннаға жылы су құйып, көп және көбік жасайтын арнайы құрал қосқан кезде, бір күні кешке анам Мишаға, бүгін бізде ерекше шомылу болады. Мен саған тосын сый жасадым. Миша ваннаға асыға жүгірді де, ваннаның суға толып жатқанын көрді. Ол біртіндеп үлпілдек, иридесцентті көпіршіктермен жабылды. Олар соншалықты үлкен және ақ түсті. Бұл көбік емес, нағыз бұлт сияқты көрінді. Анашым, қараңызшы, қанша көпіршік бар. Миша айқайлады, оның көздері қуаныштан жарқырады. Иә, Миша, бүгін бізде көп болады. Бұл қар немесе жаңбыр сияқты табиғат кереметі, деді анасы ұлына сүйіспеншілікпен қарап. Миша ваннаға қуана кіріп, көбіктің қолдары мен аяқтарын ақырын орап жатқанын сезді. Бұл өте жақсы сезім болды. Ол ақырын қолына көбік алып, бетіне жақындатты. Көбік бұлт сияқты жеңіл және жұмсақ болды, және мұрнын қытықтады. Миша көбікпен ойнай бастады. Алдымен ол басына үлпілдек қалпақ жасады. Содан кейін құлыптар мен слайдтар сала бастады. Ол көбік алып, одан әр түрлі жануарларды мүсіндей бастады. Қояндар, аюлар, тіпті кішкентай айдаһар. Ол жаңа жаратылыс жасаған сайын, ол үшін қызықты оқиға ойлап тапты. Анашым, қараңызшы, мен құлып салдым, деп қуана айқайлады Миша анасына өз туындыларын көрсетіп. Қандай керемет құлып, Миша! Сіз нағыз шеберсіз. Көрдіңіз бе, көбікпен қанша қызықты нәрсе жасауға болады, деп жауап берді. Анам мақтанышпен күліп, Миша ойнауды жалғастырды, көбіктің жаңа формаларын жасады. Кенеттен ол көбік ери бастағанын және ауаға көтеріліп, жарылған кішкентай көпіршіктерге айнала бастағанын байқады. Бұл өте қызықты болды. Миша көпіршіктерді ұстауға тырысты, бірақ олар тым жеңіл және тез жоғалып кетті. Анашым, неге көпіршіктер жарылып жатыр? Деп сұрады Миша. Көпіршіктер ауаға толы, олар көтерілгенде олардың ішіндегі ауа кеңейіп, жарылып кетеді, деп түсіндірді анам. Бұл табиғаттың тағы бір кереметі. Көрдіңіз бе, Миша, көбікпен ойнау арқылы қанша қызықты нәрсені білуге болады. Миша ойланды. Ол оны қоршаған әлемде тағы қандай жаңалықтар күтіп тұрғанын білгісі келді. Ол мұқият және ізденімпаз болу арқылы күн сайын жаңа және таңғажайып нәрсені білуге болатынын түсінді. Шомылғаннан кейін Миша өзін таза ғана емес, бақытты сезінді. Ол жуынатын бөлмедегі көбік сияқты қарапайым нәрселерде үлкен қуаныш пен жаңа ашылулар әкелетінін түсінді. Келесі күні Миша жаңа нәрсені көруге шешім қабылдады. Ол көбіктің қалай өзгеретінін көру үшін анасынан ваннаға басқа көпіршікті агент құйып беруін өтінді. Анам келісіп, Миша судың бетінде түрлі түсті көпіршіктердің пайда бола бастағанын қуана бақылап отырды. Олар кемпір қосақтың барлық түстерімен жарқырап, әдеттегіден де жұмсақ болды. Анашым, қараңызшы, қандай әдемі көпіршіктер, деп айқайлады Миша. Иә, Миша, бүгін бізде кемпір қосақ көбігі бар. Бұл сіз жасаған тағы бір таңғажайып жаңалық, деді анам күлімсіреп. Миша сиқырлы құлыптар мен фантастикалық фигуралар жасай отырып, кемпір қосақ көбікпен ойнауды жалғастырды. Ол өзін өз қолымен ғажайыптар жасай алатын нағыз сиқыршы сияқты сезінді. Бір күні кешке анасы Мишаны төсекке жатқызып жатқанда, ол, Миша, мен саған бір оқиғаны айтқым келеді. Кішкентай кезімде мен де көбікпен ойнағанды ұнататынмын. Мен бір кездері көбік жай көбік емес, ертегі жаратылыстары мекендейтін бүкіл сиқырлы әлем екенін елестеткен едім. Бұл дүниеде мен жақсы эльфтерді, батыл рыцарьларды және ақылды сиқыршыларды кездестірдім. Олар маған әр көпіршікте жасырын әңгіме бар екенін көрсетті, және олардың әрқайсысы таңғажайып нәрсе айта алады. Миша анасын кең көзімен тыңдады. Анашым, мен де көбік әлемдері туралы әңгімелер ойлап таба аламын ба? Әрине, Миша, сіздің қиялыңыз сіздің ең жақын досыңыз.
бұл сізге осы дүниеде көптеген таңғажайып нәрселерді ашуға көмектеседі деп жауап берді. Анам ұлын құшақтап, содан бері Миша әр кеш сайын өзінің көбік әлемі туралы жаңа әңгімелер ойлап тапты. Ол барған сайын жаңа ғажайыптарды ашатын нағыз зерттеуші болды. Ол жаңа сезімдерге мұқият және ашық болу арқылы әлем таңғажайып нәрселерге толы екенін түсінді. Бірде тағы бір шомылу кезінде Миша көбіктің үлкен кеменің пішініне қалай жинала бастағанын байқады. Ол оны қарақшылар кемесі деп ойлады және ол сол кеменің капитаны. Алға, менің адал қарақшыларым. Біз қазына іздейміз, деп айқайлады ол көбік қылышын бұлғап. Анам Мишаның ойынын көріп күлді. Ол ұлының осындай қарапайым нәрселерден қуаныш пен рахат тапқанына қуанды. Ол өзінің қызығушылығы мен қиялының арқасында Миша бұл әлемде көптеген таңғажайып нәрселерді аша алатынын білді. Кешке Миша төсекке жатқанда, ол оны тағы қанша таңғажайып нәрсе күтіп тұрғанын ойлады. Ол әр күн кішкентай ғажайыптарға толы болуы мүмкін екенін түсінді. Егер сіз мұқият болсаңыз және жаңа сезімдерге ашық болсаңыз. Осы ойлармен ол өзінің фантастикалық көбік құлыптарын, түрлі түсті көпіршіктері мен көбік кемелерін түсінде көріп, тәтті ұйықтап қалды. Көбік ваннасының арқасында кішкентай Миша күн сайын кішкентай ғажайыптарға толы болатынын білді. Ол ойнап қана қоймай, айналасындағылардың бәрінен үйреніп, қарапайым нәрселерден қуаныш пен рахат табу маңызды екенін түсінді. Ең бастысы, ол өзінің қиялының осы үлкен және таңғажайып әлемде көптеген таңғажайып нәрселерді ашуға көмектесетін ең жақын дос екенін түсінді.